Абайдың 39 қара сөзі. Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың мінді ісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуір ісін бір жола жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге, осы өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, шайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінезі қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы мен топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халық та оны сынамақ, бірден бірге жүргізбек болмайды екен. Қой асығын қолың ал, қолайыңа жақса сақа қой. Бас-басыңа би болса, манар тауға сыймассың. Басалқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің. Деп мақал айтып, тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тырысады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді. Екінші мінезі намысқорлық екен. Ат аталып, әруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамайды екен, жанын салысады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді десіп, жол қуған қазынаға жолғар, дау қуған пәлеге жолғар десіп. Кәнеки, енді осы екі мінез қайда бар? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы пейіл емес, алдау. Дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.